Сондықтан мынау сабақты қайтадан бір тыңдап шығыңыз, сөйтіп жаңағы тақырып бөліп тіпті түртіп алсаңыз болады. Өзіңіздің қай жерде өзіңізді алдап жүргеніңізді тапсаңыз, өмір сүру жеңіл болады. Іске сәт. Давайте енді жиі кездесетін алдаулар туралы сұрайық. Біріншісі, ортақтастыру дейік. Ортақтастыру. Бір оқиға нәтижесінде бәріне ортақ ету. Бір оқиға болады, бірақ бәріне ортақ ету. Мысалы, сен ыдысты да дұрыстап жуа алмайсың ғой, сенен кім шығады дейсің дейді. Ыдысты дұрыс жуа алмаған үшін біткен адам болып қалды. Шынымен солай ма? Өте үлкен алдау, иә. Мен қате жібергенімді білемін. Осы жолы точно бәрі бітті дейді. Бір жерде қате жіберіп қойды, уже бәріне істеді, ортақтастырып жүрді. Келесі, ол менімен бір рет жолығып, өзіне керек нәрсесін алғаннан кейін жоғалып кетті. Оған сонда менен тек пайда керек екен. Бұл да алдау, бір реттік оқиға анық қанығына бармай жатып, олай алдау болмайды. Ешкім телефон шалмады, мен сияқты жұмысшы ешкімге керек емес қой. Әрине, деп өзіне деген бағалау, самооценка төмен болған үшін өзін ортақтастырып жүрді. Мен өмір одан көбірек ақша табамын, оған ақша керек емес сияқты дейді. Қайтадан алдау. Келесі мәселе ярлык тағу. Бірден печать қойып жібереміз ғой. Ол маған гүл сыйламады, ол сараң адам екен дейді. Бітті. Бір рет гүл сыйламай еді, сараң печать қойып қойдық. Сараң деген печать қойып қойдық. Алдау. Ол маған көмек керек кезде ғана хабарласады. Оның ойы тек мені қолдану. Қайтадан алдау. Егер де, әрине, енді оқиғадан оқиға өзгереді, бір реттік әрекеттен бірден печать қойуға болмайды, бір рет жасаған болса. Енді білмеймін, енді жақсы таниды, 2 жыл араласып жүр, өмір сөйтіп істейтін болса, енді ол бөлек әңгіме. Бірақ оған дейін өйтіп ярлык тақпаймыз. Оның қолынан соған ағы бар екен дейді. Мен сүтке ақша беріп едім, сдачасын алып келмеді дейді. Сұрадыңыз ба? Ұмытып кеткен шығар. Ұмытып кеткен болуы мүмкін, немесе сүт қымбаттап кеткен болуы мүмкін. Неше түрлі оқиға болуы мүмкін. Мен сырттан тонып пішіп, печать қойып тастадым, ярлык тағып қойдым. Алдау. Осындай бір нелер болуы мүмкін. Келесі бір алдау. Жақсылықты жоққа шығару. Жасалған жақсылыққа мән бермей, оны елемей, бірден жоққа шығару. Кез келген адам сөйтіп жасар еді дейді. Ол оның артықшылығының көрсеткіші емес. Кез келген адам сөйтіп жасар еді дейді. Қанша жыл оқысам да мені эксперт екенімді дәлелдей алмайды дейді. Қанша жыл осы салада жүрген болсам да, мысалы, сіз делік бухгалтерсіз. Бухгалтерияда 20 жылдық тәжірибеңіз бар. Бірақ не еді, жоққа шығара салады. Оны крутой деген сөз емес қой. 20 жыл бәлкім машина кабинет отқан шығар деген сияқты. Келесі. Ол кешігетінін алдын ала ескертті. Бірақ сонда да жауапкершілік жоқ адам екен дейді. Ол кешігетінін алдын ала ескертті. Бірақ сонда да жауапкершілік жоқ екен. Жақсылықты жоққа шығарып жүру. Жақсылығын жоққа шығару деген алдау. Келесі бір бинарное мышление дейді. Немесе бинарный деген білесіз ғой, 1-0. Немесе черно-белый деп айтайық. Черно-белый мышление немесе жақсы, немесе жаман. Орта жоқ. Орташа деген жоқ. Олар не деп айтады? Өмір әділетсіз дейді. Өмір әділетсіз. Идеальный қылып жасамасаң, онда мүлдем жасамай қойсайшы дейді. Көрдіңіз, бар или жоқ. Енді идеальный қылып жасамау мүмкін, адам қателесуі мүмкін. Ол жерде де алдау бар. Егер сен сол елде тұрсаң, онда сен оны қолдайсың. Ona бір естеріңізде ме, Ресей мен Украина енді бастап отқан кезде кейбір адамдар Ресейде тұрған үшін кінә таққан еді. Сен сол жерде тұрсаңыз, сен соны қолдайсың деген сияқты. Бұл да черно-белое мышление. Әйел күйеуінің артында болу керек дейді. Келіспесе, онда басқасын дейді. Черно-белое мышление. Таңдау жаса, достарың ба әлде мен бе дейді. Әйел немесе күйеуі айтып жатады. Таңдау жаса, достарың ба әлде мен бе дейді. Бұл да черно-белое мышление. Енді бұның тағы бір өзі атақты сөздері бар, черно-белое мышление. Егер сіз немесе сіздің сұхбаттасушыңыз мынандай сөздерді көп қолданса, бәрі, барлығы, ешкім, ешқашан, всегда деген сөздер көп қолданса, черно-белое мышлениедегі алдау. Мысалы, бәрі сондай қазір. Жастардың бәрі дейді. Жастардың бәрі деп сізді кімді айтып жатсыз? Сіз кімді айтып жатсыз? Жастардың барлығы. Қазақстанда қанша миллион жас бар? Соның бәрімен жеке-жеке таныссыз ба? Жоқ. Онда мүлдем айтуға хақымыз жоқ, өйткені ол уже алдау.
Я мысалы біреу айтады, жастардың бәрі қазір андай болып кеткен дейді. Қандай болып кеткен? Сен қанша жасты айтып отырсың? Бәлкім 3 жас адамды көрген шығарсың, бәлкім 5. Бірақ жастардың барлығы деп айту үлкен алдау, өзіңізді алдау. Я ешқашан мен өйтіп істемесін немесе маған енді ешкім көмектеспейді, мені ешкім түсінбейді. Ешкім деген тіпті егер таза фактпен есептейтін болсақ, Қазақстанда 20 миллион адам бар болса, 20 миллион адам сені түсінбейді деген сөз. Шындық бола ма? Никак шындық болмайды. Сондықтан барлығы, бәрі, ешкім, ешқашан, всегда деген сөздерді айтқан кезде бірден түсініңіз, сіз өзіңізді алдап жатсыз. Енді келесі бір алдаудың несі, ол ментализм. Минимум ақпарат пен минимум ақпарат. Бірден томпышу. Минимум. Мысалы, 2 рет ажырасқан болса, онда быт адам ғой өзі дейді. Не үшін ажырасқан білмейсіз? Сіз оны танымайсыз да вообще. Әшейін сырттан тұрдыңыз да томпыше салдыңыз ғой. Түсінікті ғой, быт адам болып тұр ғой деген сияқты. Ментализм. Сен өте ашық адамсың, сен бір жерде отыруың қиын болады ау дейді. Сен андай бір ашық жарқын сөйлесетін, танысатын бір жерде отыруың қайтадан ментализм. Көзін сығырайтса, онда алдап тұр дейді. Ментализм. Бір күні маған бір кісі айтады, Азамат мырза, қандай кофе ішесіз дейді. Мен айтамын, ол кезде мен латте жақсы көретінмін. Латте ішемін десем, онда жұмсақ адамсыз ғой дейді. Мен айтамын, қалай түсіндіңіз? Жұмсақ адамдар латте ішеді дейді. Қайдан білдіңіз? Бұл ментализм. Шындық болмайды. Біреулер латте жақсы көреді, біреулер эспрессо жақсы көреді. Енді эспрессо жақсы көрген адам бәрі мықты деген сөз емес. Бұл да өзімізді алдау болуы мүмкін. Бұл ментализм деп аталады. Ментализмнен аулақ болайық. Енді эмоциямен бағалау дегенде алдау болады. Мысалы, ішім пысты, мына жер значит менікі емес дейді. Мен ішім сезіп тұр, мына жер значит менікі емес дейді. Бұл да эмоциямен бағалау. Мен мотоциклден қорқамын, мотоцикл дебилдер ғана айдайды дейді. Сен қорыққаның үшін оны айдап жүрген адамдар дебил деп есептеу, ол да бір эмоционалды бағалау, и ол алдау, өзіңді алдау. Самообман деп аталады. Бір көрген өмірімнің мәні екенін түсіндім. Әрине бұл андай күшті романтический киноларда біз білетін нәрсе, любовь с первого взгляда деген сияқты. Бірақ шындық бола алмайды. Иллюзия негізі кейбір кезде біз өзіміз алдағымыз келеді. Сенгіміз келеді оған. Ол да жаман емес. Естеріңізде болса, ашықтығы өте биік адамдар иллюзияға да сенгісі келеді. Ол да әдемі, біз қиялға сенгіміз келеді. Ол да жаман емес. Бірақ түсініңіз, бұл факт бола алмайды. Енді келесі, шарт қою. Шарт қою деген нәрсе бар. Бәрі менің қалағандай болуы керек. Бұл өте үлкен самообмандардың бірі. Барлығы менің қалағандай болуы керек деген обман. Сіз қалағандай бола алмайды ештеңе. Ондай шарт жоқ. Бүйтеді, менің күйеуім, менің көңілім жақсы түсіну керек. Шарт ол. Самообман. Пока сіз оған келісім шарт болса араңызда. Мен бүйткен кезде сен бүйт деген, ол жарайды деген болса, ол уже шындық болады. Ол менімен сыпайы сөйлесу керек. Сыпайы сөйлеспей, жай сөйлессе де болады. Онда шарт жоқ. Ол салмақ тастау керек. Обман. Өзі біледі ол. Мен араласпаймын оған. Официант бізге 15 минут бұрын келу керек еді дейді. Бұл менің шартым. Заң бойынша ондай шарт бар ма? Жоқ. Әрине, сервис бойынша келсе жақсы болар еді. Бірақ ондай шарт жоқ. Енді ол шартты мен өзіме қойып алдым, мен ренжіп қалдым. Мен менсінбеушісің ба не десем, мен ақшам жоқ деп отырсың ба не деген сияқты. Бұл да уже алдау. Жолдасымның жасы үлкен болған үшін мен құрбыларымнан ұяламын дейді. Шарт бар ма ондай? Заң бойынша бар ма ондай шарт? Дін бойынша бар ма? Онда шарт қоймаймыз. Енді экстернализация деген бір алдаудың түрі бар. Ол өз сезімің үшін басқаларды кінәлау. Қараңыз, егер сен мені құрметтегенде өзімді бұлай жаман сезінбесем. Енді менің сезімім үшін сіз кінәлі болып қалдыңыз. Алдыңғы сабақтарда, сезім сабағында да айтқан едік, менің сезімім үшін ешкім кінәлі бола алмайды. Мен қандай сезім сезетінді өзім таңдаймын. Сіз қандай сезім сезетініңізді өзіңіз таңдайсыз. Экстернализация, бірақ мен десем, сізге жүк артып қойғым келіп тұр. Сіз солай істегенің үшін мен жаман болып тұрмын деген сияқты. Мені ешкім түсінбейді дейді. Мені ешкім түсінбейді. Сен үндемегенің үшін мен солай істедім.
қайтадан экстернализация, қайтадан жауапкершілікті лақтырып жүрдік. Ол өзі әлсіз болған үшін мен сондаймын. Сен неге андай бір ұрысқақсың бір нәрсе айтса, ой, анау жолдасым әлсіз, сол үшін мен осындаймын дейді. Қайтадан, анау кінәлі, мен негізі күштімін деген. Егер сен бастан дұрыс дегенде мен бұлай айқайламас едім. Қайтадан басқа біреуді кінәлі етіп қою. Бұл алдау. Енді интернализация деген бар, осының қарама қарсысы. Бүкіл мәселе үшін өзіңді кінәлісің. Бүкіл қатенің жауабын өзіне табу. Мен баламды түсінбеймін, мен оған лайық ана емеспін. Өтірік. Баланың бір-ақ анасы бар, ол одан басқа лайық ана жоқ оған, ана жоқ. Бәріне өзім кінәлімін дейді. Мен дұрыстап тырысқанда ол жағдай олай болмас еді. Білмейсіз. Егер мен мықты спикер болғанда, залда ешкім есінемес еді дейді. Қайтадан өзіне кінәні атып тастау. Енді соңғы бір алдау ол проекция деп аталады. Өзімнің сезімдерімдің басқаларға проекция жасау. Мысалы, мен шаршадым, сен де өлген шығарсың дейді. Шаршап біткен шығарсың дейді. Анау бір қызық сөз бар еді, жаңағы жемпір ол мамасы жаураған кезде баласы киетін киім деген. Қайтадан проекция, көрдіңіз бе? Өзінің эмоциясы арқылы басқаны бағалап жатыр. Қарным ашты дейді, балаларға тамақ беру керек дейді. Балалардың да қарны аш шығар дейді. Балалардың қарны бөлек, ол бөлек система вообще. Немесе сіз жаурап отырсаңыз, балаңыз жаурап отыр деген сөз емес. Байқасаңыздар, балалар түнде көрпесін ашып тастайды. Соны мамасы қайта-қайта жабады. Неге? Негізінде баланың температурасы өте биік. Ұйықтап жатқаныңыз бізге қарағанда биігірек. Сол үшін ол көрпені жамылмаса да жаурамауы мүмкін. Оған көрпе керек емес те болуы мүмкін. Бірақ мен проекция жасап жатырмын. Мен қарным ашқан болса, аналар вообще бітті. Мен жаурап тұрған болсам, онда аналар да вообще жаурап отыр. Мен қорқып кеткен болсам, онда аналар вообще қорықты деген. Бұл проекция, бұл да алдау, көрпені жап, даже мен жаурап жатырмын дейді. Неге қайта-қайта сұрай бересің? Адамның жынын ұстататынын білесің ғой дейді. Сіздің ойыңызша. Ол білмейді. Мен солай екен білемін, сіз оны проекция жасап жатсыз, басқаларды солай ойлайды деп айтасыз. Ренжитінімді білесің ғой, неге олай істедің дейді. Ренжитінімді білесің ғой дегенде алдау. Егер мен онымен алдын ала келіскен болсам, қарашы, сен есіктен кірген кезде сәлеметсіз бе демесең, мен ренжіп қаламын десең, ол болды, түсіндім, енді сөйтіп айтамын десе, окей, келістік. Оны айтпай жатып, айтады, бәрі біледі ғой, сағыз шайнамау керек екен дейді. Бәрі білмейді, ол сіздің өзіңізді алдауыңыз. Бәрі біледі ғой, кірген кезде амандасу керек екен деп. Дін бойынша сондай ма? Әдеп бойынша сондай. Әдеп. Бірақ ол күнә деген сөз емес. Амандаспаса күнәһар емес, немесе амандаспаса заң бұзған деген сөз емес. Бұл да самообман. Енді мәселе мынау, достар, неғұрлым өмірімде самообман аз болады, соғұрлым өмір сүру ләззат болады, соғұрлым жеңіл болады. Сондықтан мынау сабақты қайтадан бір тыңдап шығыңыз, сөйтіп жаңағы тақырып бөліп тіпті түртіп алсаңыз болады. Өзіңіздің қай жерде өзіңізді алдап жүргеніңізді тапсаңыз, өмір сүру жеңіл болады, іске сәт.